131 есеп. Бұл есеп бізге бөлу туралы беріледі. Бөлу дегеніміз не екенін жалпы қарап өтейікші. Мысалы, бізде осындай бір шоколад болсын. Бізде 5 қатар оңнан солға қарай, солдан оңға қарай және 5 қатар жоғарыдан төменге қарай бар екен. Осы шоколадты сен 5 досыңмен келе жатсаң, осы шоколадты бөлу керек болса, қалай ойлайсың? Яғни бір жолын бір досың алады, екінші жолын екінші досың алады, және тағы сол сияқты ең соңғы жолын өзің аласың. Сонда бесеуіңе де тең-бетең бөлінеді. Міне осы шоколадты бөлудегі сияқты біздер дәл солай кез келген санды екінші санға бөле аламыз. Мысалы, бұл шоколадта бізде жаңағы 5 қатар болады дедік қой, жоғарыдан төменге қарай. Жаңа 5 адамға бөлетін болсақ, бұл 5 бөлінген 5 деген сөз. Бұл неге тең? Тең 1-ге тең. Бұл дегеніміз әр бала бір-бір қатардан алады деген сөз. Бірінші бала мына қатарды алады, екінші бала мына қатарды алады, сосын бәрің мәз болып үйге шоколад жеп барасыңдар. Енді осы мына сандар нені білдіреді? Жаңа айтып өткендей, кез келген санды екінші санға бөлуге болады. Біріншісі, жаңа бөлінетін сан, оны бөлінгіш дейміз. Бөлінгіш дегеніміз мына А болады. Сосын мына жерге бөлу белгісін қояйық. Бөлінетін санды оны бөлгіш дейді. Сондықтан мына Б бізде ол бөлгіш болады. А-ны Б-ға бөлген кезде біздер бөлінді аламыз. Оны біздер С деп белгілейік. Бөлінді деп тұр. Бірақ кейде екі сан бір-біріне бөлінбейді. Мысалы, бұл жерде бізде 5 қатар бар, ал сендер 4 досың келе жаттық дейік. Бұл жерде бұл шоколадты қалай бөле аласыңдар? Мысалы, осындай бізде 5 сан берілсін, бұл жерде осы шоколадты сендер қалай бөле аласыңдар? 4 адам болатын, 4 адам келе жатқан болсаңдар. Бір бөлігін бір досың алсын, екінші бөлігін екінші досың алсын, үшінші бөлігін алады, төртінші бөлігін алады. Бәріңе бір-бірден алдыңдар, енді бірақ тағы да біреуі қалып қойды, иә? Жақсы, оның мына бір плитасын біреуің, екіншісін, үшіншісін, төртіншісін өзің аласың, және мына жерде соңғы біреуі қалып қойды. Бұл ешкімге тимей қалады, өйткені ол ешқалай бөлінбейді, иә? Сондықтан сол қалып қойған нәрсені біздер қалдық деп атаймыз. Бұны біздер Р деп белгілейік. Сонда кез келген жаңағы бөліндінің белгісіз компоненті дегеніміз бізде 4 компонент болуы мүмкін. Ол яғни бөлінгіш, бөлінетін сан, бөлгіш, бөлетін сан, бөліндінің мәні және қалатын қалдық. Жаңағы 5-ті 5-ке бөлген кезде бізде қалдық қалған жоқ, сондықтан ол кезде қалдық 0 болады. Ал 5-ті 4-ке бөлген кезде бізде қалдық 1 болды. 5-ті 4-ке бөлген кезде бізде қалдық 1 қалды. Дұрыс қой. Енді бірінші есепті қарап өтейік. Бірінші есепте бізде не дейді? Бөлінгіш 16192, бөлгіш 146 дейді. 16192-ні сонда біздер 46-ға бөледі екенбіз. Осыны есептеп көріңдерші, неше шығады? 16192-ні 46-ға бөлгенде. Бағандап бөліп көріңдер, болмаса калькулятормен бөліп көріңдер. Бұның жауабы 352 болады екен. Бұл дегеніміз не деген сөз? 16192 46-ға қалдықсыз бөлінеді деген сөз. Жауабы бөліндінің мәні 352 болады. Бұл жерде 16192 бұл бөлінгіш, 46 бұл бөлгіш, және 352 бұл бөлінді. Бізде қалдық бар ма? Қалдық жоқ. Өйткені бұл бір-біріне таза бөлініп тұр. Екінші есепті қарайық. Екінші есепте бізде 24212 дейді. Бөлінгіш 24212,
24.212-ні бөлгіш 34. 34-ке бөлген екен. Тағы да бағандырып қойып қараңдар. Неше шығады екен. Бұны бөлетін болсақ, бұл бізде 712 қалады екен, бірақ ар жағында қалдық қалып қойып тұр, иә? Қалып қойып тұрғаны ол 34-ке бөлінбейді. Яғни қалатын сан қалдық ол әрқашанда 34-тен аз болады. Бұл жерде бізде қалдық 4 болып тұр. Деп белгілейік, қалдық 4-ке тең. Ал бөліндінің мәні бұл 714. Мына жерде тең болады мәнін қоймайсыздар. Өйткені сізде тағы да бұл таза бөлінген жоқ, артында қалдық қалды, сондықтан тең болады мәнін қоймайсыздар. Оны дұрыстап жазу үшін біздер былай жазамыз. 24.212 бұл тең болады 714 көбейтілген 34 қосылған 4. Міне қалдық осы жерден қосылады. Енді біздер бірінші есепті қарап өттік, екінші есепті қарап өттік. Енді 6-шы есепті қарайық. Бізде бөлгіш 495, бөліндінің мәні 41, қалдық 3 болса, бөліндінің белгісіз компонентін табыңдар дейді. Бөлгіш дегеніміз бізде бөлетін сан, иә? Сонда бізде бөлінгіш белгісіз, сондықтан оны А деп белгілейік. А тең болады. Неге тең болады? Бөлгіш 495, яғни Б 495 бөліндінің мәні 41. Сонда бөлген кезде 41 шыққан екен. Сонда оны 41-ге көбейтеміз деген сөз. Және қалдық бар ма? Я, қалдығымыз бар. 3 қалдық болған екен. Сонда бізге А-ның мәні есептеу керек. Бұл дегеніміз 495 көбейтілген 41 қосылған 3. Осының бәрін есептейтін болсақ, А-ның мәні 20.298 шығады екен. 20.298 шығады екен. Бұл жерде жазулар кішкене компьютерден салып отырғасын әдемі емес болып қалды. Бірақ сендер әдемірек дәптерлеріне әдемі қылып дұрыстап жазыңдар. Міне осы бүгінгі сабақта біздер қайтадан айтайық. Бөлу туралы сөйлестік. Бөлудің не екенін айтып өттік. Және бөлудің компоненттерін талқыладық. Ол бөлінгіш, бөлінетін сан, бөлгіш, бөлетін санымыз, және бөліндінің мәні, ол осыдан шығатын жауап. Ал егер бөлінгіш бөлгішке таза бөлінбейтін болса, одан тағы да қалдық қалады. Оны қалған қалдықты, қалатын санды қалдық деп аталайды. Енді қалған мына 3-ші, 4-ші, 5-ші есептерді өздерің шығарып көріңдер.